алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам, вешімдікі дақаға бойле мүлімат. Жен кседасы керечте олу ватан жен кінде ілі қолғанларының кеміклеріні қыдыралар. Итальян алимлері Генуэз қалесіні ЮНЕСКО жедвеліне көрсетмеге планлаштыралар. Ахмез жетінің ракетная соқағында яғмур канализациясыны еңгілаталар. 60 лет октября соқағында 9 қатлы чоқ квартиралы евде 9 яңы лифт ерлештірілді. Қырым елбашчысы везірлер ерлеріне конкурс açылған ақында айланытты бұақта Сергей Аксенов үчтем аяғларында язды. Көзде тұтылғанна көре ярышта ерістеген инсан іштірак ете біле. Намзетлер ариза yazып тестлеріні кечежеклер ве халық өгінде мұнақашыларда іштірак етежеклер. Қырым везірлер шурасында яны тәркіпні тәшкіл әтмеге тәклif әтем. Бір граждан шу жөмледен везірлер вазифесіні шымды әді айткенлер бұ ярышта іштірак әтмеге имканлары бар. Қырым сакинлеріні везірлер намзетлеріні сайламаға имканлары пейда олажақ, сынра сайляв нәтижелері бойынша қарар чықырылажақ. Реберлер сечілеві бойынша тетбірлер ачық кечірлежек. Финалистлернен мен шақси суретте субет кечірежем бұ нәтижеви басамақ олажақ. Электрон сайляв нәтижелері де менім қарарыма тесір етежек. Конкурс кечіревінің жедвелі Қырым акимиетінің порталында нешір етілежек. Сергей Аксеновның фокорне көре Шерве район мемуриетлерінің елбашчыларыны да ачық сайляв нәтижелері бойынша сечмек керек. Қырым елінің башындан берле 6,5 миллион туристны қабыл етті. Бұақта Сергей Аксенов хабар етті. Ярмада елбашчысы қайдеткені қабы, Жүмқұрет бюджетіне туризмден қазанылған паралар кечкен сенеге баққанда черекке юкселді. Бұ 1,5 миллиард рублеге яқын пара олды. Қырымда сененің цунуна же 7,5 миллион инсан ратлана жағы бекленілі. Туристик ақым ел-елдан арта. Омумен бұл мевсімді 700 мұсафырхане ве шифахане чалыша. Олар орта дәрежеде 70%-ға толы олды. Кемер регионларда есе 95%-дан ашты. Қырымның Женевас қалелері ве Қара деңіз азақ хавузы. Ярмадада Русия ве Италия алимлерінің экспедициясы чалышы башлай. Олар енді баяғы археологик ерлеріні зиярет етіп етіштірділер ве Осия қатының маршрутыны тұздылер. Ләкин бұл тек азырлық экскурсия олды. Алимлерінің планларында умуми хаританы, яни манзара планыны тызмек тура экспедицияны сас мақсады Женевас абиделерінің ве Қара деңіз азақ регионыны ЮНЕСКО мирасына көрсетмектір. Один из главных аспектов Крыма – это то, что здесь сосредоточены разные культуры. Они все переплетаются и соединяются между собой. Генуэзцы, которые прибыли на полуостров в Средневековье, они остались. И до сих пор всплывают фамилии и имена среди их потомков. Поэтому научная организация будет еще расширяться. И в ней будут не только итальянские ученые, но и со всей Европы. Бүгін пайтақтымызда бұл мевзуға башланған матбуат конференция өткерілді анда Русия ве Италия алимлері ве Жүмхурет везірлер шырасының векілері іштірак әттілер. Экспедиция тақымы олған маршрутының харитасыны ве өз планларыны сеслендірділер. Олардың сөзлеріне көре әрбір абедеве этраф огренележек. Фото, видео, съемка 3D шекленде қалелерінің моделері тызылежек. Алимлер объектлерінің сақлап қалынмасына керек араштырмалар япажағлар белі олмаған абеделер қазылажақ ве оларының сыңырлары белгіленежек. Қырым ялысында Боинг Посейдон адлы Америка учағы истихбарат кечерді. Бұақта плейн радар көзетув ресурсы хабиратты учақ итальян Сиганелла базасындан учып шықты ве Русия ұстынде Қара деңіз ялысында истихбарат үшін юланылды. Самолет Газпро көйінден 36 километрге яқын келді, соң Ақяр шерінде ве Ахмечет районын Қара Аджи көйінде патрулік япты. Олег Дапирка Бақчасарай шер шурасының рейсі оларақ сечілді. Екінші чағыру бірінші сессиясының ғызлі рейберуінде шер шурасының 21 мебусы іштірак әтті. Бұл вазифеге екі намзет белгіленді. Олег Дапирка үшін 13 адам рейберді. Рейс Единая Россия фирқасының мебусларына ишанч білдіргенлері үшін тешекірлеріні сеслендірді. Как мы говорили и обещали нашим избирателям, и я в первую очередь, Бахчисарай развивается и дальше будет развиваться. Городские программы уже на ближайшей рабочей уже сессии с рабочей повесткой дня будут дальше формироваться и реализовываться администрацией города Бахчисарая, городскими предприятиями под контролем депутатов и городского совета.
Аскерна тапмақ керечте бұтын Русиядан келген гунулелер Қырымны 1941-42 сенелері қорчалаған аскерлерінің кеміклеріні қыдыралар. Мехиязлы қазма ішлер алып барыла. Эльтиген топрағында Кереч қалесінде Мая қасабасында ве Аджимушкай таш очағы территориясында кечірілі. Крым фронт Аджимушкай Эльтиген 2019 адлы ер-елық Мумрусия қатравақтасы 10 күн девам кечірілі. Акцияда іштірак етмек үшін Русияның чешет регионларындан 350 инсан келді. Қыдырвыларының нетижелер ақында Іші Шулакованың лепхасында. Мына бойле көреклер ярдымынен араштырыcılar аскерлерінің кемеклеріні араштыралар. Бұл ішлеріні мұқайтлықнен ве диққатнен бежермек керек. Қазма ішлері Кереч қалесінің жеми территориясында алып барыла. Архив малюматларына көре Улы Ватан Женкі девранде тамам бұл ерді мехиязлы қанты көже ұрушлар кечкен еді. Дим, покажи, наконец-то пуговицу нашли. Дмитрий Максудов тәжірибелі араштырыcı о Краснодардан келді. Тамам бұл адам ilk olarak арби реликвияларны тапты. Бұл бір қачы дөгме тахминлерге көре шинель дөгмелері. Қызыл ордының арби киімлерінден олғаны қуандыра. Демек оларының yolu doğru деп араштырыcılar ойстай сұратларынан пайлаша. Это не гимнастерочная, ты посмотри. Она же не гимнастерочная, это офицерская пуговица. Или шинельная, одно из двух. А здесь какой период был? Ну или май 42-го. Ну, май может, возможно. Или апрель 44-го получается. Бұтын Русия Крымфрот Аджимушкай Эльтиген 2019 адлы қатыра вақтасында Русияның чешет регионларынан келген 350-ден зияды адам іштірак еті. Бұл досав ве махкеме приставларының отрядлары. Территорияны баққан вақыт бүгінгі күнге же белі олмаған совет мотобот аскерлерінің кемеклері тапылды. В 40 метрах от этого мотобота лежит компактная группа бойцов. Сейчас здесь предположительно около 7-8 человек. По всей видимости, эти люди, эти бойцы как раз и есть десант с мотобота. Мы сейчас попробуем выяснить по документам, когда именно высаживался десант. Пока предположительно можем сказать, что это десант ноября 1943 года. Была попытка высадки тактической либо диверсионной группы на территорию крепости Керчь, которая была занята немцами. Улы Ватан Женкі девірінде немсе фашист ордулары уджум еткен шehirler арасында Кереч біріншілерден бірі еді. Қараман шehir немсе фашист басқыншылары тарафından екі кері işgal етілген. Аджимушкай таш ocaklarında keçirilген devamlı mudafa Женк тарихында efsanevi эфелер oldu. Часть артиллерийского снаряда 152 мм. После взрыва произошла такая деформация, то есть осколки разлетелись. Задняя часть осталась. Вес такой не маленький, серьезная штучка. 10 күн devamında gönüllüler Кереч қалесі Эльтиген топрағында Маяк қасабасында ве Аджимушкай таш ocағы территориясында араштырма ішлері алып бардылар. Нәтижеде 160 аскерлердің кемеклері тапылды, ama олардан тек екісі танылды. Совет аскерлерінің кемеклеріні бүгін Керечнің арби мезарлығында ғайрыдан дефін еттілер. Енді олар аға қардаш мезарындалар. Ибадетлеріні 3 конфессияның векіллері кечірділер. Октябрьнің 15-не қадар Ахмезжетнің ракетная соқағында нақлет әрекеті сыңырлы олажақ. Бұл суа қызылу системасының тамерінен бағлы. Айланма елінің маршруты ве кележек тамерішлері не ерде кечірілежегі қында бұл зымлевқамызда. Işçiler Ахмеджетнің ракетная соқағында яғмұр канализациясының тамир етелер. Стандартқа лайық олмаған ұлықлар, оларының кенліклері esas вазифені бежермейділер. Су ақып кетмей ве елда топланып қалайды. İşlerinin бірінші басамағы темелінің қабелештірілмесі олacak. Bundan son demir пармақлық ерлештірілежек. Оларны енді сатын алдылар. Как только начинают дожди, и все заливают здесь полностью. Переход на ту сторону у нас уже нет. Если нет сапог, то уже не перейдешь. Тамир етілген ерні Ларионова соқағындан айланып кечмеге мүмкін. Тамир ішлер октябрь 15 күніне же девам етежек. Ракетная соқағы қапатылажақ. Су ақызылған ұлықларының тамираты Ахмеджетті яғмурлар мевсімінден эвел кечірілген ішлердір. Енді бойлы иш демір-йол вокзалында Калинина соқағында бежерілді. Мы не стали уменьшать пропускное сечение, там были предложения некоторые сделать меньше решеток, но мы оставили все так, как есть, потому что считаем, что в случае больших дождей, чтобы затопление не происходило, чтобы конструкция сохраняла свои предыдущие размеры.
Bundan so'n Ухтомский адына Ягмур канализациясыны денештірмегені еті телер. Султания Истакаева, Эльмас Аблакимова, Аким Бекиров, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Бүгін саба Бақчасарай районында Таврида трассаның құруджилық мейданында юк машинасы устке четнан екі тосуны ектірді. Қазан ақлет әрекеті үшін қапатылған дамартада юзберген. Бұақта тұш қызметші тешкелятның матбуат кәтібі Григорий Назаров хабаратты. Оның сөзлеріне көре айдавжы кузовны ендірмеге талабына қуақа асмады ве юл нақлет қазасы юзберді. Устке четнан екі тосуны юк машинасының кузовына екілді. К счастью, водитель услышал звук падения балок и смог вовремя выпрыгнуть из кабины, благодаря чему не пострадал. В настоящее время ущерб, причиненный субподрядной организацией, устанавливается, он будет взыскан. На ходе строительства этот инцидент не отразится, строительство ведется в графике и движение будет запущено в установленные сроки. Ахмездете 60 лет октября соқағындаки чоқ квартиралы евлерінің бұрынде яңы лифтлеріні ерлештіріп башладылар. Яңы көтеріжі системалар 9 подъезде пейда олажақ. Бұл заманевей аз энергия ішлеткен лифтлердар. Умумен Қырымда 400-ге яқын лифтні яңылатмаға планлаштыралар. Олар яда чалышмайлар, яда эксплуатация мудетті екінленді. Дева Май Шишулакованың левхасында. Но если кто застрянет, я всегда освобожу. Тамара Конопля Ахмежите ерлешкен 60 лет октября соғағындаки evde 22 ел лифтчи монтажник олып чалышты. Көтергішлер ақында шейіні біле, жымды Есенев ақаджы. Лекін құмшылар лифте қапалып қалғанда аля да она мураджат этелер. Я уже в крайнем случае освобожу, но делать я не имею права, потому что я уже не работаю здесь. Галина Косова bu evde aman 40 ел яшай айтаки. Bu вақыт içinde көтергішлерінің капиталь тамиры içte olmadı. Ну, старый, конечно, кнопки, вот это все летело. Страшно пользоваться таким лифтом? Конечно. Хотелось бы хорошего. Çok katlı evde yaşayan sakinlerinin müracaatları eşitildi. Bugün meskenin 9 girişinde eski liftlerini demontaj etip başladılar. Все, что демонтировали из шахты, полностью все на выброс. Сколько времени демонтаж идет? Полностью всей шахты дня 2. Şimdi montajnikler liftnin şahtаны толысынан boşatalar, eski kabellerini çıkaralar ve kapılarını dağıtalar. Sonra yanı көтергічлерinin yerleştirilmesine geçecekler. Bütün işler 2 ay içinde bitecek. Bu ise yanı liftler. Olarını endi ev yanına manipülatör maşinasının getirdiler. İşçiler birden olarını boşatıp başladılar. Көтергічлер, tayanğıçlar, kuzguzayıf көрген adamlar için Braille şriftinin dögmeler ve mahsus kapılar ile donatılacak. Данное оборудование себя зарекомендовало как надежное, оно энергоэффективное, безопасное и удобное в плане комфорта пользования жителей. Geçken hafta Kırım'a birinci partiya lift donatmalarını getirdiler. Olarının umumi fiyatı 800 milyonga yakın. Olarını eskirgen ve sık halda çalışmagan liftler yerine yerleştirecekler. Bu iş yılın sonuna becerilecek. Перечень лифтов он сформирован до конца 2020 года. И сейчас именно поэтапно проходят электронные аукционы на замену данных лифтов. То есть к концу 2020 года мы планируем выйти именно в показатель по 100% замене именно тех лифтов, по которым закончился срок эксплуатации. Liftler deniştirilüvü boyunca miqyaslı programa Cumhuriyet Rehberliğinin avalesi boyunca geçirildi. Sonki 2 yıl içinde adamlarının paralarına endi 300'ge yakın lift deniştirildi. Şimdiki vakitte tış hizmetçiler arasında da 60 lift yerleştirilüvüne tender ilan edildi. Ama bu endi büdjet paralarına. Ayşe Шулакова, Эльдар Заитов, Миллет Ичун. Крым теплокоммунэнерго Муйсисиясының кефедегі филиалы яңы sıcaqлық ағының сынавыны кечірді. Бұл вазифені Қырым елбасшысы Сергей Аксенов қойды. Ақ политехник техникумы вечок квартиралы евлері үшін чекілді. Евелері олар епсі шақси Муйсисиясының котельнясына қошылған еді. 2018-2019 сенелері қыздыру мевсіміне объекттегі донатма ескірген ве кефиетлі чалышмайды. Кефе филиалы басым ярдымынен яңы sıcaqлық ағының сынавыны кечірді. Эрше муафақетлі олды.
Нәвбеттеки басамақ сыджақлық трассасыны изоляция етмек. Мутахассислар ішіні керекле мұддетте бежережеклер сыджақлық ағы эксплуатацияға көрсетілгені себебінден кефеде іштимай жәйтен мұйым объектінің студентлері Симферопольская шоссе соқағында ерлешкен чоқ квартиралы евлерінің сәкенлері кележек қыздырух месымыны сыджақ аудиторияларда век квартираларда кечережеклер. ГИБДД хадимлері Сарыош қанун бозычының артындан етіп, оны селядан атып яқыладылар. Қапатылған номераларнен Деону бирамашнасының қанун қорыжы Ахмеджетінің Авалиманы районында қайдатылар. Полислердің талапларына бақмадан айдавжы тоқтамады. О әрекетінің девам етіп сүрятны юкселтті. Ахмеджет Кезлев трассасында мескен ерден ұзақ олған ерде арабаны тоқтатмақ үшін ГИБДД хадимы машинаның сол тарафтаки арқа көпчігіне атты. Қанун бозычы Кезлев сәкен олғаны белгіленді. Яқыланған вақыт о Сарыошыда. Бу боевик фильмнің кадрлары дегіл. Бу Қырым полислері Сарыош алда болған айдавжыны қувалаған алы. Қанун бозыч әрекетіне девам етіп, сұратыны юкселтмеге тырыша. Бу Ахмеджет Кезлев трассасында юз берген вақия. Хадимлер дефаларжа әрекетіні тоқтатмаға рижа етелер, ама нәтиже көрінмей. Қаза еріне екінші патруль чықа. Скворцова койны яқын ер қанун бозычы yüksek сұратта кете. Қаршы yolға 10 кереден зияде сефер чықа қалған әрекет иштиракчилеріне тейлікке яратта. Ве не айет тенбейлев оларақ аваға илк ату ве сонра артаки сол көпчеке ату. Прими право, остановись, я тебе говорю! Машина yol четінде тоқтай. Қанун бозычы тұтылды. Бұл Кезлев шерінің 45 яшлы сакені олғаны белгіленді. Вам говорили сколько раз, остановитесь, водитель, остановитесь. Предупреждали вас? Я не помню. Кіші Сарыош алда олғаны бесі белді. Нарушителем оказался 45-летний евпаториец. В момент задержания у водителя были выявлены первичные признаки наркотического опьянения. Кішіге низбетен бірден 22 протокол тізілді. Наджия Исаева, Миллет үшін. Қырым гумриханесінің хадимлері Украина сәкенінден ролик сатларыны чекап алдылар. Оларының фияты $500 000 рубледен зияде. Бұқтай Дарьяның матбуат қызметі хабар етті. Әркіші бір декларация толдырмайып, оларыны сыңырдан кечірмеге тырышты. Палы сатларыны арабаның салонында таптылар. Украина сәкені малының чекіні көстерді. Бұл 78 000 Гонконг доллары яда 640 000 рубледер. Шымдықы вақыта сатлар экспертизаға юланылды. Граждан меморий слетліке желпетілів қарары алына. Қырымның гумриханесінде қайдетелер ке сонке ай девамында бұл кабадесе енді олғаныды. Айнын башында тамам бойле сатны декларациясы алып кірмеге тұрыштылар. Қазақстан ресамы Сетвели Ганеевның 5 сыры Қырым татар медени тарихи сабалық музейінің коллекциясыны зенгілештірді. Ойвелері өз ресімлеріні бағышлағаныды. Чүнкі ресамның ана бабасы сұрғынлектен евел ярмадада яшағанлар. Ресімлерде ана юртның манзаралары тасвирленген. Позапрошлый год я когда был в музее, посмотрел ваш музей, экспонаты, у меня появилось желание, раз я крымский татарин, внести что-то полезное, что мы есть, что мы живем, что получили образование, оставить память, чтобы наши дети смотрели его. Южный берег, море в Ялте, Крымская сосна, адлы серлер тасвири санат бөлігінде экспозицияның қысмы олды. Оларны Қырым татар медени тарихи сабалық музейінің зеречілері көре білежеклер. Ахмеджетте Толстого соқаға октябрь бір күнінден ноябрьнің 15-не қапатылажақ. Бұақта шер мемориетінің матбуат қызметі қабиратты әрекет сыңғырлануы салғыр өзенінден кечкен қазай алда болынған көпір тамир етілежегінен бағла. Жемет нақлеті тамир етілген ерні айланып кечежек. Бүгін Ахмеджет шерінде Ахмеджет ве Бақчасырай районларының бір сыра көлерінде су кесіліп башланды. Бұл Таврида трассасында құрыжылық ішлерінен бағла. Кранларда су сентябрьнің 30-ында саба пейда олажақ. Сентябрьнің 28-29 күнлері Ахмеджетнің 37 соқағына Грес қасабасына Эмде Бадана, Молочная Терек, Элі Ботке, Комсомольская, Сабла, Каштановая, Қарағач, Қобазы ве Тополи көйлеріне су ташылажақ. Шымдықыда қаға бойыпсы қаберлер, кележе кейінімізні 21 бұчуқта қачырманас қайырлы ақшамлар.